Раббыларны мүлдем танымайды екенсіңдер. Олай болса Раббыларны танытайын деген тақырып басталады да, қараңыздар, пайғамбарлардың әдісі. Содан кейін түсіндіреді Мұса пайғамбар олардың істерін. Инна хаулаи мутаббару ма хум фихи. Олар жаңағындай пұттың айналасына айналып жүр ғой. Олардың ешқайсысы Алла ризалығы үшін істелмегеннен кейін болашағы жоқ амалдар ғой барлығы. Бірақ олардың ішінде жақсылық жасап жүргендер бар, көршісіне жақсы қарым-қатынаспен жүргендер бар, мысалы туған туыстық байланыс үзбей жүргендер бар, пара алмайтындар бар. Бізде мақтап жатады ғой жаңағындай шет біреулер олар честный болады, андай болады. Қараңыздар, осы нәрсе барлығы мысалы. Олардың барлығы жақсылық жасап жүретін болса, Алла Тағала айтып отыр. Оның жақсылықтарының қарсылығын осы дүниеде бере салам да дейді, қараңыздар. Егер де туыстық байланысын үзбей жүрсе, оған туыстық байланыс үзілмейді. Біреу ата-анасын құрметтеп жүр, ертең балалар оны құрметтейтін болады. Біреу пара алмай жүр, оған ешкім зиян жасалмайды. Біреу ұрлық жасамады, оның малын ешкім. Барлық осы дүниеде бере салам да дейді, Алла Тағала айтады. Ахиретте ше, ва батилу ма кан яман. Бүкіл істеген амалдары заяға ұшырайды дейді, кетеді, жойылады дейді. Неге? Олардың ешқайсысы Алла ризалығы үшін істелген жоқ дейді. Сондықтан анау мынандай ұлттар честный болады, мынандай ұлттар анандай болады деген нәрселердің барлығы бос нәрсе екен, құрметті жандар. Ешқайсысы Алла ризалығы үшін істеп жатқан жоқ. Олардың дүниедегі сыйақысын Раббысы өзі береді, ақыретте барлығы босқа кетеді. Сондықтан негізінде мынау Құран ақылға түскен, құрметті жандар. Өзі екі нәрсе бар. Ақыл бар, көңіл қалау бар. Ақылды адамдар көңіл қалау ешқашан алға шықпайды. Егер адамның ақылы сау жұмыс істеп тұрған болса, оның көңіл қалауы ешқашан алға басып кетпейді. Көңіл қалауымен не істейсіз? Жеп ішесіз, көбейесіз, ұрпақ, семіру, осы көңіл қалау. Енді айтып отыр, ақылды адамдар көңіл қалау ешқашан алға шықпайды. Неге? Оны малда істеп жатыр дейді ол нәрсе. Сосын ол мал тура жолда ол жебіссе де, көбейсе де, жаңа шахуатын салып көбейсе де, ол сіз үшін болып жатқан нәрсе да. Раббысының жолында ол. Сіз үшін жаңа көп не қылады, жеп келеді. Сіз үшін күйіс қайтарады сол мал. Сосын тура жолда болып есептеледі. Ал Алла Тағала, яғни Алла Тағаланың үкімдерін былай сөйле салып, жаңа көңіл қалау алға басып кеткендегі Алла Тағала тіпті қатты ауыр сөз айтады. Олар 4 түлік малға ұқсайды дейді, қараңыздар. Бәлкім азал 4 түлік малдан да адасып кеткен дейді олар. Алла Тағала Құранда айтып жатыр осы нәрсені. Сондықтан мынау Құран ақылға түскен, құрметті жандар. Мына Имам Матуридидің өзі айтады ғой, мынау ширк деген нәрсе ол ақылмен харам дейді. Мына серік қосу деген нәрсе ол ақылмен харам дейді. Имам Матуридидің қараңыздаршы қандай бір не нәрсені айтып жатырды. Аллаға серік қосу ол ақылмен харам дейді. Адамның ақылы сау болса, адамның ақылы дұрыс жұмыс істесе, ол Раббысына ешқашан серік қоспайды дейді. Сен қалайша сені жаратқан иеңе серік қосасың? Осындай тәңірден басқа тәңір іздейін ба дейді. Өйткені олар олардың тарихында бір Құдай деген нәрсе бір ұстап көрілетін, жаңағындай бір көретін нәрсе болу керек те. Олардың сана сезімде сондай. Ол нәрсе сіңіп кеткен сана сезімге. Міне дәл осындай нәрсені өзімізге де мысал алсақ болады. Мысалы кеңес үкіметі, Советский Союз деп айтамыз ғой. Осындай нәрседен азат болдық. Осындай нәрседен азаттыққа шықтық. Егер сол кезде адам Раббысынан ажырап қалған болса, жаңағы сол кездегі істелінген бүкіл шариғатсыздық, Құранға сәйкес келмейтін амалдардың барлығы мына жүрекке сіңіп кеткенде, әліге дейін жаңағы шырша, әліге дейін салют, осындай нәрседен қия алмай жүр адамдар. Бағана не айттық? Азаттық дегенде, ол азаттық деген бір дененің азат болуы емес, азаттық деген бұл жүректің Алладан басқа нәрселерден азат болуы. Аллаға ғана тәуелді болуы, міне азаттық көкесі осы. Сондықтан жүректегі Алладан басқа нәрселер барлығын босата салу керек та. Міне сол кезде сіз азатсыз.
Одан кейін айтады, «Ла шай'a ахсана минат таухид» дейді. Мына адамның ақылы жақсы деп танығандардың ішінде таухидтан жақсырақ нәрсе жоқ дейді. Таухид деген жалғыз Аллаға ғана құлшылық жасау. «Вала арфа қадран бил имани бихи». Және де оған иман келтіруден дәрежесі жоғары нәрсе жоқ дейді таухидқа. Имам Матуриди айтып отыр. Bir мысал келтіретін болсақ, дүниенің ең бай адамы. Осы дүниенің ең бай адамын қояйық бір шетке. Иман жоқ. Ал күнде күнә жасап жүреді, бірақ иманы бар. Қай бірінің дәрежесі Алланың қасында жоғары? Ештеңесі жоқ адамның дәрежесі Раббысының қасында жоғары. Неге? Ол таухидқа иман келтіргенді қараңыздар. Соны айтып отыр. «Вала арфа қадран бил имани бихи». Ол таухидқа иман келтіруден дәрежесі жоғары нәрсе жоқ дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқтығына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның құлы әрі елшісі екендігіне барлығымыз куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымыздың отбасына, әулетіне, сахабаларына, оның жолынан ихсанмен ерген үмметі Мұхаммедке Алла Тағаланың рахымын, берекесін, бүкіл сәттілік, жақсылықтарын тілейміз. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Алла Тағалам баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Неке бүгін Сайидул Айям ва Хаджул Масакин, күндердің ең қайырлысы және міскіндердің қажылығы болған жұма күні. Алла Тағала баршаңызға, көкейлеріңізде кімнің не қайырлы мұрады барса нәсіп етсін. Кімнің қиыншылығы болса, қиыншылықтан шығып кетуді, қарызы барларға қарызын тез арада өтеуді. Алладан перзент сұрап жүргендер бар, жар сұрап жүргендер бар. Алла Тағала қайырлы жар, қайырлы перзенттер, ұрпақтар нәсіп етсін. Бүгінгі тақырып, құрметті жамағат, тәуелсіздік, азаттық жайында болады. Жалпы әрбір тақырып айтылған кезде пайғамбарлардың өміріне байлауға тырысам, әрбір тақырыпты жалпы азаттық, тәуелсіздік жайында айтатын болсақ, мынау тақырып ақылыма келді. Білесіздер, Мұса пайғамбардың қауымы Бәни Исраил ұрпақтары, яғни Яқуб пайғамбардың балдарынан тараған 12 баласынан. Міне осыларға Исраил ұрпақтары деп айтылады. Міне осылар Юсуф пайғамбардан кейін, Юсуф пайғамбардың заманында жақсы өмір сүріп келе жатқан болатын. Кейін жаңағыдай фирауындар пайда болды. Жалпы фирауын деген ол өзіні құдаймын деген әрбір басшыға айтылатын бір сөз. Оның ішінде жаңағы фирауын өзі, Құранда келген фирауын да бар. Бұлардың жаңағы зорлық зомбылықтары, Бәни Исраилға, Исраил ұрпақтарына қылған зорлық зомбылықтары қанау деп айтылады. Ұзағымен 4 ғасырға дейін жалғасты, 400 жылға дейін. Оның ішінде қандай бір азаптар болды, оны Алла Тағала өзі Құранда баяндағандай, «Юзаббихуна абнаакум ва ястахюна нисаакум», ұл балдарын өлтіреді, бауыздайды кішкентай сәбилерді. Және де қыздарын күң қылады, сатады, әртүрлі жаңағы нелерді, зорлық зомбылықтарды істетеді. Міне осындай зорлық зомбылық 400 жылға дейін жалғасқан, құрметті жамағат. Алла Тағала ең соңында бұларға жақсылық қалап, қиыншылық болуы мүмкін. Қиыншылық болады. Әр еркектің басында қиыншылық болады. Бірақ қиыншылық созылмайды. Алла Тағала өзі Таха сүресінде айтқандай, Таха деген Бухариге қарайтын болсақ, жігіт деген мағынаға келер екен. Таха, яғни Хазіреті Омар осыны оқып, өзі мұсылман болған, оны білесіздер. Яғни Хазіреті Омарға сөйлеп жатқандай болды да ол оқып жатқан кезде. Ей жігіт, мә әнзәлнә алейка Құр'ана литашқа. Біз мына Құранды сен бақытсыз болуың үшін түсірмедік дейді Алла Тағала. Яғни бұл Құран мұсылманның бақыты екен. Яғни ер деген ұғым Құранмен байланды.
Құран жолы жеңіл емес. Қиыншылық болады Құранда. Құран жолын ұстанам десеңіз, сізге қиыншылық келеді басыңызға міндетті түрде. Өйткені шайтани жолдар, ол жеңіл жолдар барлығы. Ал Құран жолы таза жол, бұл Алла тағаланың сынағы келіп қалуы мүмкін, сабыр ететін сәттер болып қалуы мүмкін, қиыншылық болады. Осы қиыншылықты сен бақытсыз екен деп ойлап қалма дейді. Хазіреті пайғамбарға түсіп жатыр, бірақ Хазіреті Омар оқып тұр ғой енді оны. Біз бұл Құранды, яғни керағар ұғымы, тек қана сен бақытты болуың үшін түсірдік. Қараңыздар. Сондықтан қиыншылық болады, бірақ қиыншылық жалғаса бермейді. Осы қиыншылықтан құтқару ниетімен Алла Тағала оларға бір пайғамбарды жіберді. Мұса пайғамбарды. Енді ол Мұса пайғамбар барды, Фирауынға барды, Харун алейхиссалам екеуі ағаны жаңа мужизаларды көрсетті. Фирауын мен ең соңында Исраил ұрпақтарын барлығын алып теңізден ары қарай өтті. Тәпсір кітаптарда 600 мың адам деп айтылады. Сол кезде мұны Араб сүресінде баяндаған Алла Тағала тәпсірде айтады, мынау Алла Тағала теңізді екіге бөлген, яғни астыны құрғатқан. Астыны құрғатып өтіп баратқан кезде мынау сау ақыл ойланады дейді. Адамның ақылы сау болса, ол ойлану керек дейді. Не нәрсеге ойлану керек? Мына нәрсеге, мына нығметке қандай шүкіршіл бола аламыз деген. Осындай ой болу керек, осындай сана сезімде болу керек. Бірақ олардың ішінде жаңағыдай Мұса қайда барса сол жаққа барамыз дегендер де болды. Әйтеуір Мұса бізді жаңағыдай соның артынан ере берейік, бірдеңкесі болар деп кеткен өткендер де болды. Міне Алла Тағала осыны Құранда баяндайды. Estaizu billah ve cavazna bi bani İsrail al-bahra. Біз Исраил ұрпақтарын теңізден өткіздік. Оңай Алла Тағалаға. Бір сәтте ғана, әп сәтте өткізе салдық дейді. Біздің қалауымызбен. Кейін өткізе салып, фәәтәу аля қауми яғуфуна аля аснамин лахум. Сондай бір қауымның қасынан жүріп кетіп баратып өтті дейді. Ол қауым қандай қауым? Яғуфуна аля аснамин. Өздерінің пұттары бар, сол пұттарының айланасынан соны жаңағы қастерлеп айналып жүр екен дейді, тауаф жасап. Мұса пайғамбардың қауымы өтіп келе жатыр. Қарап қалса қасында бір қауым жүр, бір пұттың айналасынан айналып жүр. Сол кезде қауым айта қалды. Қалу айтты дейді, я Мұса, ей Мұса, иджаллана илахан кәмәләхум алиха. Мыналардың өздеріне тиісті бір пұттары бар екен. Бізге де осындай бір пұтты жасап берсеңізші деп айтты дейді. Қараңыз. Аллаға шүкіршілік білдірудің орнына олар не деп тұрды? Мыналардың пұттары бар екен. Мүсіндері. Бізге де дәл осындай бір мүсін жасап берсеңіз деген нәрсені айта қалды дейді. Енді құрмет жамағат, бұнау қиыншылық сәтте бұлардың тарихы 404 ғасырға дейін жалғасы дедік қой. Жаңа Фирауынның қанауы әйелдерді күң қылады, еркектерді бауыздайды. Жаңа ол сәттерде Құдай деген нәрсе бұлай бір ұстап көрілетін нәрсе болып не қылды, танылды. Сондай қиыншылық сәтте адам мынау Раббысынан ажырап қалса, сол нәрсенің барлығына жүрекке сіңе береді екен. Қиыншылық сәтте адам Раббысын дұрыс тани алмаса, адам Раббысынан ажыраса, сол нәрсенің барлығы не қылады? Мынау жүрекке кіре береді. Кейін азаттық шыққан кезде адам көңіл қалауына еріп кетер екен. Неге? Өйткені оған сіңіп кетті да қанға, жүрекке сіңіп кетті. Біздер азаттық деген нәрседе мынандай нәрсені түсінеміз. Азаттық деген ол түрмеден азат болу емес. Азаттық деген мына сана сезімнің Алладан басқа нәрселерден азат болуын ойлауымыз керек. Мынау жүрек тек қана Аллаға тәуелді болу керек. Ал біздің жүрек басқа нәрселерге еріктеп кеткен да, ол азат емес жүрек. Біз денеміз азат болғанмен, жүрек азат емес. Жүрек жаңа дүниенің артында қуып жүр. Біреудің жүрегінде біреудің машинасы жүр. Біреудің жүрегінде біреудің үйі жүр. Анандай ремонт жасаған, мынандай ремонт жасаған, анандай крем салған, мынандай машина салған. Осындай нәрсе, ол азат жүрек емес ол.
Азаттық деген кезде біз тек қана дененің азаттығы емес, біз азаттық деген нәрсе Алладан басқа нәрселерден азат болуымыз керек. Ол жүрек тек қана Аллаға тәуелді болу керек та. Міне азаттық деп осыны айтады. Міне қараңыздар, Мұса пайғамбардың қауымы не деп жатыр? Сондай бір зорлық, зомбылық, Фирауынның қанауынан Алла Тағала құтқарып тұр. Олар шыға салып не деді? Мыналардың пұттары бар екен. Бізге де осындай пұтты жасап берсеңіз қалай болады, ей Мұса? Неге? Өйткені ана 4 ғасыр бойы жүрекке сіңіп кетті да, ол нәрсенің бәрі. Мұса пайғамбар айтады оларға. Көп сөйлемейді пайғамбарлар, бірақ нақты нәрсені айтады. Қали айтты дейді. Иннакум қаумун тачхалун. Сендер Раббыларыңды танымайтын надан адам екенсіңдер дейді. Қараңыздар. Кешегі оқиғалардың біреуі әсер етпепті сендерге дейді. Қандай оқиғалар? Алла Тағала теңізді жарды, оларды өткізді ғой енді. Қаншама мұғжизалар болып жатыр көз алдында. Алла Тағаланың нығметі болып жатыр. Олардың біреуі әсер етпеген екен. Сендер Алланы танымайтын надан адам екенсіңдер деп айтты пайғамбар, Мұса пайғамбар. Надандық деген нәрсеге тоқталатын болсақ, біз надандық деген нәрсені нені түсінеміз күнімізде? Надандық деп біз ойлаймыз, жаңа оқи алмайтын, хат танымайтын, немесе жаза алмайтын адамдарды ойымызға келеді. Не? Жоқ, олай емес. Негізінде надандық бұл Раббысын танымау. Раббысын танымаған адам мына дүниенің бүкіл нәрсесін білсе де, ол Құранның алдында надан болып есептеледі. Естеріңізде болсын. Құран оған надансың деп бағалайды, болды. Құранның берген оған бағасы надан адам дейді. Ол бүкіл дүниенің білімін білсе де. Аятта өзі айтқанда, «Я'ламуна захиран минал хаятид дуnya». Олар дүниенің дейді, тек берігі жағын ғана көреді дейді. Мына дүниенің берігі жағын біледі дейді. Барлық нәрсені біледі. Ал «Вахум анил ахирати хум ғафилун». Бірақ арты жағынан мүлдем бейқам, хабарсыз дейді. Ақырет жайында Раббысын танымайды дейді. Хасан Басри айтады, мынау алтынды бұлай алған кезде дейді, граммына дейін айтып бере алатын білімі бар дейді. Граммды шығару қиын. Граммына дейін айтып бере алды дейді, бірақ ақыретті Раббысын танымайды. Міне надан адам. Сондықтан негізінде мынау Құран ақылға түскен, құрметті жандар. Өзі екі нәрсе бар. Ақыл бар, көңіл қалау бар. Ақылды адамда көңіл қалау ешқашан алға шықпайды. Егер адамның ақылы сау жұмыс істеп тұрған болса, оның көңіл қалауы ешқашан алға басып кетпейді. Көңіл қалауымен не істейсіз? Жеп ішесіз, көбейесіз, ұрпақ, семіру, осы көңіл қалау. Енді айтып отыр, ақылды адамда көңіл қалау ешқашан алға шықпайды. Неге? Оны малда істеп жатыр дейді ол нәрсе. Сосын ол мал тура жолда ол жеміссе де, көбейсе де, жаңа шахуатын салып көбейсе де, ол сіз үшін болып жатқан нәрсе да. Раббысының жолында ол. Сіз үшін жаңа көп не қылады, жеп келеді. Сіз үшін күйіс қайтарады сол мал. Сосын тура жолда болып есептеледі. Ал Алла Тағала, яғни Алла Тағаланың үкімдерін былай сөйле салып, жаңа көңіл қалау алға басып кеткендегі Алла Тағала тіпті қатты ауыр сөз айтады. Улайка кал-ан'ам дейді. Олар 4 түлік малға ұқсайды дейді, қараңыздар. Бәлкім азал 4 түлік малдан да адасып кеткен дейді олар. Алла Тағала Құранда айтып жатыр осы нәрсені. Сондықтан мынау Құран ақылға түскен, құрметті жандар. Мына имам Матуридидің өзі айтады ғой, мынау ширк деген нәрсе ол ақылмен харам дейді да. Мына серік қосу деген нәрсе ол ақылмен харам дейді. Имам Матуридидің қараңыздаршы қандай бір не нәрсені айтып жатыр да. Аллаға серік қосу ол ақылмен харам дейді. Адамның ақылы сау болса, адамның ақылы дұрыс жұмыс істесе, ол Раббысына ешқашан серік қоспайды дейді. Сен қалайша сені жаратқан иеңе серік қосасың? Одан кейін айтады, «Ла шай'a ахсана минат таухид» дейді. Мына адамның ақылы жақсы деп танығандардың ішінде таухидтан жақсырақ нәрсе жоқ дейді. Таухид деген жалғыз Аллаға ғана құлшылық жасау. «Вала арфа қадыран бил имани бихи». Және де оған иман келтіруден
дәрежесі жоғары нәрсе жоқ дейді таухидқа. Имам Матуриди айтып отыр. Bir мысал келтіретін болсақ, дүниенің ең бай адамы. Осы дүниенің ең бай адамын қояйық бір шетке. Иман жоқ. Ал күнде күнә жасап жүреді, бірақ иманы бар. Қай бірінің дәрежесі Алланың қасында жоғары. Ештеңесі жоқ адамның дәрежесі Раббысының қасында жоғары. Неге? Ол таухидқа иман келтіргенді қараңыздар. Соны айтып отыр. Уәлә әрфа қадыран бил иман бихи. Ол таухидқа иман келтіруден дәрежесі жоғары нәрсе жоқ дейді. Сондықтан Мұса пайғамбар оларға жаңағындай сендер кәпірсіңдер, сендерден ештеңе шықпайды деп айтқан жоқ. Сендер Раббыларыңды танымайтын надан адам екенсіңдер. Раббыларыңды мүлдем танымайды екенсіңдер. Олай болса Раббыларыңды танытайын деген тақырып басталады. Қараңыздар, пайғамбарлардың әдісі. Содан кейін түсіндіреді Мұса пайғамбар олардың істерін. Инна хаулаи мутаббару ма хум фихи. Олар жаңағындай пұттың айланасына айналып жүр ғой. Олардың ешқайсы Алла ризалық үшін істелмегеннен кейін болашағы жоқ амалдар ғой барлығы. Бірақ олардың ішінде жақсылық жасап жүргендер бар, көршісіне жақсы қарым-қатынаспен жүргендер бар, мысалға туған туыстық байланыс үзбей жүргендер бар, пара алмайтындар бар. Бізде мақтап жатады ғой жаңағындай шет біреулер олар честный болады, андай болады. Қараңыздар, осы нәрсе барлығы мысалы. Олардың барлығы жақсылық жасап жүретін болса, Алла Тағала айтып отыр. Оның жақсылықтарының қарсылығын осы дүниеде бере салам да дейді. Қараңыздар. Егер де туыстық байланысын үзбей жүрсе, оған туыстық байланыс үзілмейді. Біреу ата-анасын құрметтеп жүр, ертең балалар оны құрметтейтін болады. Біреу пара алмай жүр, оған ешкім зиян жасалмайды. Біреу ұрлық жасамады, оның малын ешкім. Барлық осы дүниеде бере салам да дейді Алла Тағала айтады. Ақыретте ше, бүкіл істеген амалдары заяға ұшырайды дейді, кетеді, жойылады дейді. Неге? Олардың ешқайсысы Алла ризалық үшін істелген жоқ дейді. Сондықтан анау мынандай ұлттар честный болады, мынандай ұлттар анандай болады деген нәрселердің барлығы бос нәрсе екен, құрметті жан. Ешқайсысы Алла ризалық үшін істеп отқан жоқ. Олардың дүниедегі сияқысын Раббысы өзі береді, ақыретте барлық босқа кетеді. Кейін Мұса пайғамбар айтты оларға: "Қала ағайраллахи абғикум илахан ва хуа фаддалакум алал аламин." Міне сендерді дейді Раббымыз сендерді 400 жылдай бір қанау, Фирғауынның бір қанауы, зорлық, зомбылық, зұлымдық, осындай нәрседен құтқарып, сендерді таңдап, теңізден бері қарай өткізіп, Раббымыз сендерді таңдап шығарып отыр. Осындай Раббыдан басқа тәңір іздейін ба дейді сендерге. Қараңыз, Мұса пайғамбар қандай жауап беріп отырды? Сендерді таңдап, соншама зорлық зомбылықтан, Фирғауынның қанауынан шығарып, таңдап шығарды. Осындай тәңірден басқа тәңір іздейін ба дейді. Өйткені олардың тарихында бір Құдай деген нәрсе бір ұстап көрілетін, жаңағындай бір көретін нәрсе болу керек те. Олардың сана сезімде сондай. Ол нәрсе сіңіп кеткен сана сезімге. Міне дәл осындай нәрсені өзімізге де мысал алсақ болады. Мысалы кеңес үкіметі, Советский Союз деп айтамыз ғой. Осындай нәрседен азат болдық. Осындай нәрседен азаттыққа шықтық. Егер сол кезде адам Раббысынан ажырап қалған болса, жаңағы сол кездегі істелінген бүкіл шариғатсыздық, Құранға сәйкес келмейтін амалдардың барлығы мына жүрекке сіңіп кеткенде, әліге дейін жаңағы шырша, әліге дейін салют, осындай нәрседен қия алмай жүр адамдар. Бағана не айттық? Азаттық дегенде, ол азаттық деген бір дененің азат болуы емес. Азаттық деген бұл жүректің Алладан басқа нәрселерден азат болуы. Аллаға ғана тәуелді болуы. Міне азаттық көкесі осы. Сондықтан жүректегі Алладан басқа нәрселер барлығын босата салу керек та. Міне сол кезде сіз азатсыз. Міне осыған көмектес басқа бір аяттарда айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, құл дейді. Алла Тағала айтқызады, құл деп айтылған нәрселердің барлығы принциптар. Бір қатып қалатын нәрседе, мысалы, құл айт ей пайғамбар. Айт. Мысалы, құл хуаллаху ахад. Айт ей пайғамбар.
Аллаху ахад, Аллах жалғыз. Бітті. Бүкіл дүние келіп, сізге ақыретке дейін Алланың серігі барлығын дәлелдесе де, сіздің мұна иманыңыз мызғымау керекті. Аллах жалғыз. Құл айт дейді пайғамбар. Ағайраллахи аттахиду валиян фатирис самавати вал арди ва хуа ют'иму ва ла ют'ам. Ей пайғамбар айт дейді, көктер мен жерді жаратқан Алладан басқа қамқоршыны іздеймін ба дейді. Қараңыз. Қамқоршы, вәли деп айтылады. Вәли, мысалға біреудің ата-анасы өлген кезде жаңа баланы ең жақын қамқоршысына береді. Вәли деп айтылады сол. Алладан өзге қамқоршыны босатасаңыз керек емес ол. Мысалға біреулер жаңа милицияға түсіп қалған кезде жаңа қамқоршыларына звондайды да, әлемдердің Раббысының алдында ұят ол. Ол әлемдердің Раббысы да оны қамқоршы қыл деп жатыр. Алладан өзгені қамқоршы қылайын ба мен? Қоғамда да мысалға криша деген нәрселер болады. Керек емес оның бәрі. Содан кейін дәл осыған тағы ұқсас мағыналар, аяттар, мысалға бір сондай бір проблема туындап қалады, семьяңызда бір проблема болып қалады, көршіңізбен жаңағыдай бір проблема туындап қалады. Әрбір нәрсеге бір Құранды егжей-тегжей қылып түсіріп берген Алла. Сол кезде айтады пайғамбарымыз: "Құр ағайраллахи абтағи хакаман ва хуа анзала илайкумул китаба муфассала." Әрбір жағдайға Құранды аяттарын түсіріп қойған Алладан басқа төрешіні іздейін ба дейді. Қараңыз, төреші. Неге күнімізде жаңағыдай семейный проблемалар шешілмей ұзаққа созылып кетіп жатыр? Неге? Өйткені төреші Құран болмай тұр. Көңіл қалаулар барлығы. Осы Құранға салсаң шешіліп тұр дейді. Барлық нәрсенің шешімі бар мына Құранда. Құл ағайраллахи абғи раббан ва хуа раббу кулли шайин дейді басқа бір аятта. Барлық нәрсенің Раббысы Алла бола тұра, Алладан басқа Раббын іздеймін ба дейді пайғамбарымыз айтады. Раббун деген сөздің тағы бір мағынасы ол тәрбиеші деген мағына келеді. Тәрбиелеп береді да. Мынау Құран ерсіз келіп тәрбиелеп береді. Құраны тәрбиелейді сізді. Біз тәртіпсіз өмір сүріп жатырмыз қазір. Бізді тәрбиелеу керек. Мысалы басқа бір аятта айтады, біз Құранда дейді, сендерге шипа болсын деп түсірдік дейді. Сен ауырып жүрсің дейді. Сен аурусың дейді. Құран қараңыз қалай айтады. Сен ауырып жүрсің дейді. Сені емдеу керек дейді. Бетіңізге айтады. Сен мына жерде ғайбат айтып жүрсің. Мына жерде өтірік айтып жүрсің. Сені емдеу керек дейді. Тәрбиеші да Рабб Алладан басқа тәрбиешіні іздеймін ба дейді. Қараңыздар. Алладан басқа тәрбиешіні іздеймін ба? Алладан басқа қамқоршыны іздеймін бе? Алладан басқа төрешіні іздеймін ба? Мына жерде де не? Алладан басқа сендерге тәңір іздеймін бе деп жатыр Мұса пайғамбар. Пайғамбарымызға жаңағындай мүшриктер келіп әрбір нәрсені ұсынды. Бізден ол арғы жұмаларда айтып өткенбіз ол нәрсенің мысалдарын барлығын. Жаңағындай қастарындағыларды қуып жіберіп, бізбен бірге отыр, біз олармен отырғымыз келмейді деген немесе әрбір нәрселерді ұсынды. Қаласаң саған дейін беккенген сұлу қыздармен үйлендірейік, қаласаң сені емдейік деген бір әрбір нәрселерді ұсынды. Сол кезде пайғамбарымыз аят түседі: "Құл атамурунни ан а'буда айюхал жахилун." Ей иман келтірмегендер, сендер маған бұйырмақсыңдар ма Алладан өзгеге ғибадат жасауымды? Валақад ухия илайка. Алла тағала аят түсіп отыр, қараңыз, Зумар сүресінде. Саған нақты вахи етілді дейді. Саған нақты вахи етілді. Ва илаллазина мин қабли. Сенен алдыңғыларға да нақты вахи етілген осы нәрсе. Не нәрсе ол? Лаин ашракта, егер Аллаға серік қосатын болсаң, ла яхбатанна амалука. Bütün істеген амалдарың жойылады дейді. Bütün істеген амалдарың кетті болды. Бәлилләһә фәъбуд дейді пайғамбарымызға. Түйіндеп келген кезде Аллаға ғана құлшылығыңды жаса дейді пайғамбарымызға. Ва кун минаш шакирин, және шүкіршілерден боласың дейді. Қараңыздар. Бәлилләһә фәъбуд ва кун минаш шакирин. Екеуіне байлар Алла тағала. Яғни ғибадатыңды жаса, шүкіршілерден боласың. Қандай бір мағына жатыр? Яғни біз ғибадатты тұрғызбағанша Раббымызға шүкір етіп жатырық деген нәрсе бір бос нәрсе екен ол. Біз қашан ғибадатты тұрғызамыз, сол кезде Раббымызға шүкір етіп жатыр деп есептелінеді, періштелер жазады солай. Ал жатып алып, еш 5 уақыт намаз жоқ,
не ораза жоқ, әрбір нәрселермен айналысып, жаңағындай Раббым шүкір, бос нәрсе екен бұл. Қараңыз, қашан ғибадат тұрғызылады, сол кезде мына құл шүкір етіп жатыр деп есептелінеді. Ана Абайдың бір сөзі бар, жақсы сөз. Алла деген сөз жеңіл дейді, қараңыздар. Алла деген сөз жеңіл. Я Алла деп айта береді барлығы. Ауырғанда айтады. Я Алла, еміме шипа, жаңағындай ауруыма шипа бере көр. Я Алла осындай, я Алла. Аллаға ауыз қол емес дейді. Аузыңмен Алланың ризашылығына қол жеткізе алмайсың дейді. Аллаға ауыз қол емес дейді. Ынталы жүрек шын пейіл дейді. Мына Алланың разылығын шынайы мақсат ету керек та, ол жүрекпен жұмыс істеу керек. Өзгесі хаққа жол емес дейді. Болды бітті. Өзге тәсілдермен өтетпе дейді. Жаңағыдай жатып алып, я Раббым шүкір. Бос нәрсе олардың бәрі. Сондықтан құрмет жамаат, мынау азаттылық деген кезде біз ойлаймыз жаңағындай ол дұрыс. Азаттық деп былай айтыла бер, бірақ негізгі азаттық бұл жүректің Алладан басқа нәрселерден азат болуы. Алладан басқа нәрселерді босату керек жүректен. Мысалы, біреулер машинасына қызығып жүреді, біреудің үйіне қызығып жүреді. Осындай нәрселерін босату керек барлығы. Сол кезде ана жүрек азат болу керек. Алладан басқа нәрселер. Тек қана Аллаға тәуелді болу. Міне азаттылықтың көкесі осы. Алла Тағала баршамызға негізгі азаттылықты нәсіп етсін. Алла Тағала баршамызды Алланың өзі разы болатындай құлдардан етсін. Құрмет жамағат, бүгін мынау бір ұсыныс келіп отыр. Сіздерден өтініш, сыртта бір көмек сұраған әпшеміз бар. Балдарым операция болайын деп жатыр дейді. 4 баласы бар екен, және де біреуі қатты ауырып жатқан екен. Қолдарыңыздан келгенше жақсылап, мұсылман екеніңізді дәлелдеп, яғни Алладан ұялмайтындай біздер бере береміз, бірақ біз білмейміз. Мысалы, біреулер 200 теңге беріп жатыр, біреулер 500 теңге. Біз білмейміз, мүмкін оның ақшасы бар екен, ақшасы жоқ шығар деп. Бірақ Алла көріп тұр ғой сіздің қанша бере алатыныңызды. Сіз Алладан жасыра алмайсыз. Сіз мүмкін 5000 теңге бере алатын құдіретіңіз бар шығар. Мүмкін 10.000 теңге бере алатын құдіретіңіз бар шығар. Бірақ Алла көріп тұр да оны. Сіз Алладан жасыра алмайсыз ол нәрсені. Біз білмеуіміз мүмкін. Біреу 200 теңге берсін, немесе біреу бермей өтіп кеткен кезде, мүмкін ақшасы жоқ шығар деп, біз осындай ойлаймыз біз. Жақсы ойлау керекпіз. Ал бірақ Алладан сіз не қыламайсыз, жасыра алмайсыз. Сондықтан кім қаншаға шамасы жетеді, Алла Расулы үшін көмектесу керек, құрмет жамағат. Алла Тағала баршамызды Алланың разы болатындай құлдардан етсін. Және де шипа сұраған бауырларымыз бар. Орда жаңағындай деріне шипа сұрап жатыр. Алла Тағаладан хайырлы шипаларды сұраймыз, деріне шипа берсін. Айюб пайғамбарға қандай шипа берген болса, дәл сондай шипа беруін Алла Тағаладан сұраймыз. Я Раббым, баршамызды қабір азабынан, махшар азабынан, ахирет азабынан, жаһаннам азабынан құтқарсын. Allah Teala barşamıza razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Bir rahmet.